Мінекей қыздар, өзіме қажетті өлшемде тоқып болдым. Диаметрі менде қазір. Мен 56 размерге тоқып жатырмын. Яғни 55 пен есептеймін. Менде 17,5 сантиметр шығу керек. Мінекей, менде 17,5 сантиметр шығып тұр. Міне мына жерден басталады. 0, 17,5 сантиметр болды. Кішкене асып кетіп, немесе жетпей қалып жатса ештеңе етпейді. Енді қараңыздар, қатарымыздың соңында мына жақтағы екі столбикті біз тарқатамыз. 2. Бұл жерде бізде екі столбик без накида тоқылды ғой. Осы екеуіне біз қазір соединительный столбик тоқимыз. Крючогымызды кіргізіп, жұмыс шыбын тартамыз. Және оны крючоктағы петлядан да тартып шығарамыз. Крючокты кіргізіп, жұмыс шыбын тартамыз. Оны крючоктағы петлядан да тартып шығарамыз. Бұл бізде соединительный столбиктер болды. Енді келесі қатарды тоқу үшін маркерді аламыз. Осы жерге бірінші столбигімізді тоқимыз. Столбикті тоқыған кезде қараңыздар, біз қазір уже төбесін тоқып болдық, енді жанын тоқуымыз керек, тік кететін. Мінекей қараңыздар, төбесін тоқып болдық, енді мына жақ шетін тоқуымыз керек. Бізге қазір мынандай линия қалдыру керек. Көрініп тұр ғой, мынандай линия болу керек шетінде. Ол үшін мына бірінші тұрған петлямыздың біз бергі қабырғасына тиіспейміз, тек арғы қабырғасынан іліп алып тоқитын боламыз. Мінекей осылай. Арғы қабырғасынан ғана, яғни петляның ортасынан кіргіземіз крючокты. Міне, бір столбик тоқыдым. Маркерімді қоям. Әрі қарай әр петляға бір столбик без накида тоқып шығамыз. Әр қайсысына бір-бірден. Ешқандай прибавка жасамаймыз. Және тек арғы қабырғасынан алып тоқып отырасыздар. Осылай біз арғы қабырғасынан тоқыған кезде бергі қабырғасы бізде осындай линия болып қалады. Осылай қатарды соңына дейін тоқып шығасыздар, ешбір өзгеріссіз. Содан кейін егерде мынандай линия болғанын қаламасаңыздар, міне ол мына панамада, төбесін домалаған тоқып болдым. Мына жерде ешқандай линия жоқ. Тек мына жерді тік тоқып кеттім. Онда көрсетейін. Бағана соединительный столбиктарымыз, соларды да тарқатып, қалай біздің қатарымыз тоқтады, дәл солай қылып қоямыз. Міне осылай шеңберіміз тоқып болған болатынбыз. Егер де жаңағындай линия болғанын қаламасаңыздар, жай ғана столбиктармен тоқып жалғастырып кете бересіздер. Бірінші столбик. Осылай екі қабырғасынан бірге алып тоқи бересіздер. Ешқандай прибавка жасамай. Осылай қатарды соңына дейін тоқып шығасыздар. Ал мен линиямен болғанын қалаймын. Осылай айналдыра отырып, қатарды соңына дейін тоқып шығамыз маркерге дейін. Маркерге дейін тоқып шықтым, бір ғана қабырғасынан. Енді маркерге келдім. Маркерден бастап біз әрі қарай барлығын уже екі қабырғасынан алып тоқи береміз. Мына келесі қатарымыз біздің.
Енді мына маркерді біз енді жылжытпаймыз. Осы қалпында тұра берсін. Төмен қарай біз енді 9 сантиметр тоқуымыз керек. Міне, 0-ден басталады. Төмен қарай 9 сантиметр болғанша тоқимыз. Басыңызға киіп, өлшеп отырсаңыз да болады. 9 сантиметр жеткілікті ма сізге? Бұдан көбірек қылғыңыз келе ма? Глубокий қылыпшы. Биіктігін тереңдеу қылғыңыз келе ма? Әлде қысқарақ қылғыңыз келе ма? Мүмкін керісінше. Бірақ стандарт барлығына негізі общий 9 сантиметр жүреді. Міне, 9 сантиметр болғанша айналдыра отырып тоқи беріңіздер. Мінеке қыздар, мен 9 сантиметр тоқып шықтым. Енді қараңыздар, бізге қазір көп маркер қажет болады, немесе қалған жіптерді пайдалана берсеңіздер болады. Бізде прибавкамен тоқыған жеріміз бар ғой, шеңберді. Сол жерде ең соңғы қатарда бізде екі прибавканың ортасында неше столбик тоқылды, соны санауымыз керек. Егер өздеріңізге жазып алған болсаңыздар, сол қағаздарыңызға қараңыздар. Міне прибавка тұр, одан кейін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Одан кейін прибавка. Яғни 12 столбик без накида, потом прибавка. 12 столбик прибавка. Енді мына жерде біз әрі қарай соны жалғастырамыз. 12 болса, мына жақтағы қатарда. Енді мына жақта уже 13 болады столбиктің саны. Сіздер өздеріңіздікін санайсыздар. Мысалы, мында сіздерде 11 столбик болса, одан кейін прибавка болса, онда мына жақта сіздер уже 12 столбик тоқисыздар. Мен 13 столбик тоқимын. Және де бұл бірінші қатарды біз мына петлямыздың бергі қабырғасынан ғана іліп алып тоқимыз. Бір ғана қабырғасынан, міне, бергісінен. Арғы қабырғасынан тоқымайсыздар. Бағана біз мына жағын арғы қабырғасынан тоқыдық, ал мұнда керісінше бергі қабырғасынан тоқисыздар. Бір маркермен белгілейміз қатардың басын. Мына жағын белгілеп отқан сияқты. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Және 13-ші столбик без накида. Мұнда прибавка жасайым. Прибавка жасайтын жерді біз осылай белгілеп алуымыз керек. Міне бір қабырғасынан алып тоқи берем. Бір столбик. Екінші столбик. Әрі қарай жалғастырам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Келесісіне прибавка жасайым. Бір. Және осы жерге екінші столбик. Әрі қарай өстіп жалғастырып тоқи бересіздер қатардың соңына дейін. Тек бір ғана қабырғасынан іліп алып отырасыздар. Бергі жақ қабырғасынан. 2, 3, 4. Мінеки. Айналдыра отырып, мына маркерге дейін тоқып шығыңыздар. Бізде 6 прибавка болады. Мына бірінші, мына екінші. Осылай 6 прибавка шығу керек. Қатардың соңғы жағына келдім. Менде мынаның барлығы 13 столбикті. Одан кейін прибавка, я. Мына жақтың бәрінде 13 столбик болды. 5 прибавка жасалды.
5 маркер қойдым. Және 6-шы прибавканы жасаймын. Ал мына жерде менде 13 емес, 12 столбик қана шықты. Егер олай шығып жатса, жетпей немесе артылып қалып жатса, ештеңе етпейді қыздар. Соңғы 6-шы прибавканы жасаймын. Және бұл жерді мен белгілеуім керек. Енді келесі қатарды бастаймыз. Так, белгілеп алдым, келесі қатарды бастаймыз. Қараңыздар, бірінші қатарда біз 6 прибавка жасадық, Міне 6 рет белгіледік. 1, 2, 3, 4, 5, 6 рет прибавка жасалды. Ал екінші қатарда біз 3 қана прибавка жасаймыз. Оны сіздер 3 прибавканы бүйтіп өздеріңіз примерно қарап отырып, теңдей қылып 3-ке бөлу керексіздер мына шеңберді, Және де қыздар ескеріңіздер, прибавкалар алдағы қатарда әлі прибавкалар жасалады ғой. Сол мына прибавкалар деген бірінің үстіне бірі келіп қалмау керек. Жан жақта орналасу керек қой. Мысалы, 3 петляны мен былай белгілеймін қазір. Біріншісі, одан кейін мына екіншісі. Осы жерге прибавка жасаймын, және үшіншісін міне мына жерге жасаймын прибавканы. Міне, қазір маркерге дейін бір-бір столбиктан тоқимыз. Маркер тұрған жерге 2 столбик тоқимыз. Мына жерде маркерге дейін 1 столбиктан, ал мына маркер тұрған жерге 2 столбик тоқимыз. Мына маркерге дейін 1 столбиктан, маркер тұрған жерге 2 столбик тоқимыз. Келесі екінші қатардан бастап, біз уже 2 қабырғасынан бірге алып тоқи береміз. Тек мына бірінші қатарда ғана біз 1 қабырғасынан тоқыдық бер жағынан. Әрі қарай уже барлығы 2 қабырғасынан тоқылады. 1 столбиктан тоқып шықтым. Енді мына маркерге 2 столбик тоқимын, яғни прибавка жасаймын. Осылай біз прибавка жасау арқылы петлялардың санын, столбиктардың санын көбейту арқылы біз панамамыздың мынандай жиегін тоқып шығамыз. Келесі маркерге дейін бір-бір столбиктан тоқып шығамын. Менің жібім бітейін деп жатыр. Қазір сіздерге бірден келесі жіпті қалай жалғау керектігін көрсетемін. Қараңыздар, жіптің ұшы сондай ұзын болып тұрған кезде мен уже мына жақтан келесі жібімнің ұшын қосып бірге тоқитын боламын мына жерде. Мінеке, ұшы кішкене ғана қалды. Енді мына біткен жібіміздің ұшын қосып тоқимыз. Ал мынау жаңағы біздің жалғаған жаңа жібіміз, сонымен тоқи береміз. Іш жағынан былай болады, қараңыздар. Мынаны ұшын кесіп тастайсыздар, сол кезде білінбей қалады.
Так, маркер тұрған жерге мен 2 столбик тоқимын. 2 столбик без накида. 1. Және екінші. Әрі қарай қыздар өздеріңіз осы екінші қатарды тоқып шығыңыздар. 3 прибавка жасалады, бізде. Екінші қатарымды тоқып болдым. Келесі қатардың бірінші столбигі. Үшінші қатарда біз деген 6 прибавка жасауымыз керек. Дәл жаңағы екінші қатарда көрсеткенімдей, мына маркерлерге қарап отырасыздар. Яғни міне қатардың басталған жері, бізге 6 маркерді араларын біркелкі қылып іліп шығу керек болады. Мына алдыңғы қатарлардағы прибавканың үстіне түсіп қалмауында қарап отыруымыз керек. Мінекей примерно осы жерге жасаймын. Так, одан кейін мына жерге екеу болды ма? Сосын мұнда 3. Мұнда жасайым 4. Так, мына жерге 5. Және 6. Мінекей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей барлығы түсінікті болды деп ойлаймын, қыздар, Қазір осылай сіздер 3-ші қатарды тоқып шығасыздар. 3-ші қатарда біз 6 прибавка жасаймыз. Көрсеттім ғой, алдыңғы қатарларда қалай тоқылатынын. Одан кейін 4-ші қатарда 3 прибавка жасаймыз. Яғни кезектесіп отырады. Келесі 5-ші қатарда 6 прибавка жасаймыз. 6-ші қатарда 3 прибавка. 7-ші қатарда 6 прибавка жасаймыз. Болды. Осы 7 қатармен прибавка бізде тоқтайды. Мінекей осы 7 қатарды өздеріңіз ары қарай тоқып шығыңыздар, қыздар. Қалай белгілеу керектігін барлығын көрсеттім. Бастысы, мына прибавкалар бірінің үстіне бір келіп қалмау керек. 7 қатарымды тоқып шықтым. Мінекей жасаған прибавкаларым. Енді 8-ші, 9-ші қатарды біз ешқандай прибавка жасамай, және де жарты размерге кіші крючокпен. Так, мынау менде 6 тоқып жатқаным, основной. А мынау 5,5. 5-пен емес, қыздар. Егер 5,5 болмаса, 6-ның өзімен тоқи беріңіздер. Бірақ тығыз қылып петляларды тартып отырып тоқисыздар. Так, мынау бізде қатардың басы. Мінекей осылай әр петляға бір столбик без накида тоқып шығасыздар. Бұл жерде ешқандай прибавка, ешқандай өзгеріс болмайды. Міне айналдыра отырып бірінші қатарды тоқисыздар маркерге дейін. Содан кейін әрі қарай жалғастырып, екінші қатарды тоқып шығасыздар. Бұл панама бізде көктем және күз мезгілдерінде киетін болғандықтан барынша қалыңырақ жіппен тоқысаңыздар, өзінің формасын жақсы ұстап тұратын болады. Екінші қатарды тоқып болып қалдым. Енді соңғы қатарды біз мұны әр бір петляға соединительный петляғаны тоқып шығамыз.
мінекей күрчөгімізді кіргіземіз. Жұмыс жібін тартып шығарамыз осы жерден және күрчектағы петлядан. Барынша тартып отырып тығыз қылып тоқыңыздар. Күрчекті кіргізіп, жұмыс жібін екеуінен де тартып шығарамыз. Мінекей осылай айналдыра отырып тоқып шығыңыздар. Мінекей менде басталған жері мінекей мынау болатын. Соединительный петля, так енді 1, 2, 3, 4 петля жетпей, мен былай тоқитын боламын. Біз мына бер жағынан алып отырдық қой, енді келесі петлядан бастап, мына тұрған петляның ортасынан кіргізем. Заодно артындағы, қазір мен былай көрсетейінші. Мына жерден кіргізіп, және мына артындағы мына бір отырған петля бар ғой. Осыған да кіргізетін болам күрчекті. Мына қабырғасы және мынау. Кіргізу оңай болмайды, әрине. Егерде мүлдем күрчектарыңыз кірмей жатса, кішірек бір күрчекпен кіргізіп, жұмыс жібін солай шығарып алсаңыздар болады бер жағына қарай. Мінекей осылай өткізем. Жұмыс жібін тартып шығарамын. Неге мен олай жасап жатырмын? Егер біз қазір мына жақтан тоқтай салатын болсақ, немесе мына жаққа келіп тоқтайтын болсақ, мына жердегі переход бізде плавный болмай қалады, грубый болып көрініп тұрады. Осылай кішкентай күрчекті да қолдануға болады. Главное, жұмыс жібін шығарып аламыз. Әрі қарай уже өзіміздің күрчегімізбен жіпті тартамыз. Қазір жібімді кесіп, қарап көрейін, қалай шыққан. Алдыңғы панамаларда мен солай істедім. Переход плавный болу үшін соңғы 4-ші петляны жаңағындай тоқыған болатынмын. Және 4-шісінде көрейін қазір. Мінекей. Енді мына жіптің ұшын енеге өткізіп алып, қазір жасыратын боламыз. Мына алдында тұрған петля, осы петляның бойымен, мына жерде астынан кірген ол. Осы петляның бойымен жүреміз. Мына жақтан кірген, және мына жақтан шығып, былай қарай кіріп кеткен. Ал біз болсақ, қазір жібімізді қай жерден шықты, ана петляның астынан айналдырып әкеліп, қайтадан сол шыққан жерінен әрі қарай кіргізіп жібереміз. Енді мына арт жақтағы жіпті енемен мен өстіп петлялардың арасында жасып шығамын.
осылай жіптің ұшын жасырасыздар. Біз негізі осы күйінде де қалдырсақ болады, бірақ мен мына жерден бір қатар мынандай соединительная петля тоқып шығамын. Тоқымаса да болады негізі, бірақ мен міндетті түрде тоқимын мына жеріне. Себебі соединительный петля тоқып шықсақ, размерін ұстап тұратын болады. Бара-бара бүйтіп созылып кетпейтін болады. Мынау бізде жоғары жағын тоқып біткендегі қатар, ал мынау прибавкамен тоқылатын бірінші қатарымыз, екеуінің ортасына кіргіземіз крючокты. Міне кіргізген кезде мына арт жағында, іш жағында бізде мынандай линия бар. Осы линияның крючок осылай астынан шығу керек. Мына жақ шетінен шығу керек крючок. Линияның бер жағынан шығу керек. Поля жақ шетінен емес. Енді біз қазір бізде енді спираль бойынша тоқылатын болғандықтан, көрдіңіздер ме, мына қатарымыздың мына сызығы мен мына сызығы сәйкес келмей тұр. Біз қазір бірден мына жаққа өтіп кететін болсақ, переходымыз грубый болып қалады. Сондықтан да плавно өтуіміз керек мына жақ шетке. Ол үшін біз деген мына жақтағы қатарға емес, қатардың екі ортасына емес, және де мына қатардың екі ортасына емес, мына біреу тұрған қатардың өзіне, прям өзіне осылай крючокты кіргіземіз. Менің жаңағы жіңішке крючогым 4-ші ма, 3-ші ма номер. Неке келесісінде осы жерге қатардың өзіне кіргіздік крючокты. Енді келесі петляларды біреу қатарға тоқи береміз. Мына екі қатардың ортасындағы жолға. Мінекей мынаған қосу үшін. Бұл жерден шығарып аламын. Және соңғы петляны мен қазір иінемен жасайтын боламын. Ең бірінші петляның астынан өстіп кіргізіп, қайтадан өзі шыққан жеріне кіргіземіз. Ары қарай дәл бағанағыдай мына жіптердің ұштарын жасырып қоясыздар. Мынанда солай істейсіздер. Шеттері ирек-ирек болып тұрса, бұны былай қолмен дүзеп, содан кейін бір размері келетіндей банкаға кигізіп қойып, мына жиектерін парлап шықсаңыздар болады. Қатты тақау емес, әрине, алыстан ұстап тұрып, үтіктің парымен парлап жіберіп, қолмен осылай тегістеп кептіріп қойып қоясыздар. Содан кейін осындай бір кез келген әдемі бирканы тағып қойсаңыздар, қазіргі заманауи стильдегі әдемі панама болып шығады. Видеоны соңына дейін көріп шыққандарыңызға көптен көп рахмет қыздар. Егер ұнаса лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.